Қайырлы күн, құрметті арнамыздың көрермендері. Бүгін бізде Жаһан жолымен атты жобамыздың аясында алғашқы подкастымызды түсіргелі отырмыз. Бүгін бізде студияда қонақта алаштанушы, қыр баласы қоғамдық қорының негізін салушы Елдос Тоқтарбай. Қош келдіңіз, Елдос мырза. Алтын уақытыңызды бөліп, осы сұхбатқа келісім бергеніңізге сізге шынайы алғысымызды білдіреміз. Аға, енді білесіз, барлығы сізді алаштанушы ретінде таниды, барлығы сіздердің жазған кітаптарыңызды оқып жүр, шығарған шығармаларыңызды танып біліп жатыр. Енді сізге қоятын бірінші сұрағымыз, жалпы осы алаштың ұлы жолына жаңағы қалай түстіңіз? Алаштың жолы деген нәрсе менің ұғымымда бұл қазақтың өзіне тиесілі рухани байлығын, мирасын, мұрасын қайтару. Мен сол жолды жоқ іздеп жүрген жолаушымын. Ахмет әкем айтады, Байтұрсынұлы, қазақ жоқшы дейді, жоғын іздеген қуғыншы дейді. Біз жоқшымыз. Ұлы мұралар жоқтап жүрміз. Біздің көптеген тұлғаларымыз интеллигент, білімді, зиялы, мәдениетті еді. Артына көптеген мұра қалдырды. Өкінішке қарай соның барлығынан біз көз жазып қалдық. Әрине оның түрлі саяси факторлық себептері бар, әлеуметтік жағдайы бар, қоғамдық жағдайлар да бар. Десе де біз 33 жылда аяқ басып бара жатырмыз мемлекеттің. 33 жылда біз етек жеңімізді түзейтін, ұлттық идеологиямызды қалыптастыратын мемлекетке айналуымыз керек еді. Өкінішке қарай біз әлі кенже бала сияқты керіліп, тарылып жүрміз. Бұл дұрыс нәрсе емес. Алаш ұлттық мемлекет құруға тырысқан жоба. Үлкен идеологиялық жоба, идеялық жоба. Біз соны бүгінгі тәуелсіз Қазақстанға әкеліп қолданысын енгізуіміз керек. Мен үнемі айтам, қазір біз алаш қайраткерлерін жеке-жеке таныстырып жүрміз ғой, мынандай қайраткер болған, мынау болған, мынандай болған деп. Мен ол кезеңді істейтін зерттеуші болмауым керек еді. Біз қазір алаштың экономикасы қалай қолдану керек, саясатта қалай қолдану керек, идеологияда қалай болу керек, әлеуметтануда қалай болу, ауыл шаруашылығында қалай қолдану керек, яғни практикалық жағын теориямен байланыстырып талдайтын деңгейде болуымыз керек. Бірақ бұл дегеніңіз мынау шатыр. Мен қазір шатыр жасау үшін менің негізім дұрыс емес, тамырымыз дұрыс емес, фундамент дұрыс қаламаған, іргетасымыз дұрыс қаланбағаннан, әрбір алаш қайраткерін жеке тани алмағаннан кейін шатырды қанша жерден жасасаң да құлай береді. Өйткені біз әр тұлғаны жеке тани алмай отырмыз. Қазір қыр баласы қоры осы жеке тұлғаны тану мақсатында жұмыс істеп отыр. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз жоғалғанымызды іздеп отырмыз. Біз жоғалғанды жандырып, тауып, орнына келтіргеннен кейін ғана идея туралы, теория, практика туралы әңгіме айта аламыз. Ал ол туралы әңгіме айту үшін көп нәрсе істеу керек, еңбек ету керек. Сондықтан бізде қазір еңбек етуден басқа жол жоқ. Сондықтан мен өзім бұл салаға не үшін келдім? Мен жазушы ретінде де жолым таңдап жүре берме болатын еді. Мемлекеттік қызметке де бар, басқа да шаруаларымды істеуге болатын еді. Бірақ мына шаруаға саналы түрде келдік. Өйткені біз алаштың біріншіден мен халық жауының ұрпағымын, екіншіден тәуелсіздіктің құрдасымын. Өз тарихымды өзім зерттеп, өзім танымасам, маған сырттан келіп ешкім түзеп танып бермейді. Халел Досмұхамедұлы деген алаштың үлкен тұлғасы болған, биыл туғанына 140 жыл. Сол кісі айтады, егер дейді, ит айнаға қарап үретін болса, айнадағы өзін танымағаннан кейін үреді дейді. Тарихын білмеген халық та тура сол ит сияқты дейді. Яғни айнаға қарап үріп тұрады. Біздің халық қазір өзінің айнаға қарап өз-өзін үріп тұр. Яғни өз тарихын білмейді. Тарихы бұрмаланған, тарихы жалған. Сол жалған тарихты қалпына келтіруіміз керек, алаштың ақиқатын ашуымыз керек. Бұл бір адамның ісі емес, бұл көптің ісі. Бауыржан Момышұлы не дейді? Мен істедім дегенше, ел істет десеңші дейді. Ел істет дегенше, мың істет десеңші, мың істет дегенше, ер істет десеңші дейді. Сондықтан алаштың ерлері сияқты ерлер келмейінше, бұл өте үлкен мәселе. Міне. Рахмет үлкен. Енді аға, білесіз, соңғы оқиғалар болып жатыр, елімізде неше түрлі жаңалықтар шығып жатыр. Мен бір пікір білдіргенмін, бұрынғы ағалар қорғады, қазіргі ағалар қорлап жатыр деп. Сіздің пікіріңізше осы бір нәрсені айтып беріңізші, алаштықтардың қазақ қыздарына көрсеткен қамқорлығына тоқталып өтіңізші. Менің 2018 жылы екен
жоқ, 2017 жылы жазған мақалам бар. Әуезовтің 1917 жылы жазған мақаласы бар, адамдық негізі әйел деген. Сол мақаланың жазылғанның 100 жылдық құрметіне орай бүгінгі қазақ қыздары алаш қайраткерлеріне қарыздар деген үлкен мақала жазған. Соның ішінде бүгінгі қазақ қыздарының сайлауға қатысуына, дауыс бере алуына, оқу алуына, тұрмысқа шығуына, таңдау еркін, сеніміне, көзқарасына, барлығына бостандық алып берді алаш қайраткерлері. Сондықтан бір ақ ауыз сөзбен жауап беремін. Алаш қайраткерлері бүгінгі қазақ қыздарының теңдігін, құқығын алып берген, ер азаматпен теңестірген, қазақ қыздарының қандай болу керек екенін үлгісін, өнегесін көрсетіп кеткен зиялылар болды. Және олар туралы да жазған шығармалары бар, иә, мысалы Сол Жаһанның. жазылған шығармалардың бәрін сол талдап өттім, жаңағы мақаланың ішінде бар. Бақытсыз жамал, қалың мал, сол уақыттағы надандық құрбаны. Неге 20 ғасырдың басындағы біздің негізгі алғашқы романымыз Бақытсыз жамал не үшін Бақытсыз жамал деп аталды? Неге ол бақытты жамал емес мысалға? Соның барлығын мен сол мақалада талдадым. Өйткені ол уақыттағы негізгі қоғамның мәселесі әйелдің қалың малға сатылуы, әйелдің басында ерік жігердің болмауы, әйелдің надан болуы, әйелдің оқу ағарту саласына араласа алмауы, соның барлығы біздің артта қалып қалған қоғамның ең үлкен бір проблемасы еді. Экран артындағы көрермендер сіздің мақалаңызды қай жақтан тауып оқи алады, соған бір кішкене сілтеме беріп өтсеңіз. Телеграмда Алаш сөз деген каналым бар, соның ішінде сол мақала бар, тауып алып оқи алады. Рахмет үлкен. Енді осы жуырда ғана Мұрат Есжанның Оян қазақ атты фильмі шықты, иә. Тікелей осы Жаһанның белгілі бір жылдар аралығындағы өмірін суреттейді, шығармашылығынан мысалдар келтіреді, отбасынан деген секілді. Енді барлығын көрді, барлығын тебірентті, бір ой оятуға негіз болды. Бізге бір қызық Жаһанның өмірінен айтылмай жүрген, кинодан тыс қалып кеткен беймәлім ақпараттары бар болса, сонымен де бір кішігірім бөліссеңіз. Біз енді Мұрат Есжанның шығармашылық тобымен тығыз қарым-қатынастамыз. Мүкеңнің өзімен де араласамыз, және сценарийді жазған Мүкең бар, Ұларбек Нұрғалым бар, Ұшқын Сайдырахман бар. Ұшқын Сайдырахман менің әріптесім, осы Қырбалас қоғамдық қорының құрылтайшысы. Екеуміз бірге Әлихан Бөкейхан Алаш ғылыми зерттеу институтын құрдық. Ұшқын алаштану саласында 20 жылға жуық үлкен еңбектер жасап келе жатқан азамат. Соның ішінде 10 томдық Алаш көсем сөзі кітабының негізгі құрастырушысы Ұшқын деген, ғасыр басындағы Сана, Шолпан, Темірқазық журналдарын жариялап жаңғыртқан азамат. Қазір Алаш Жапонияның байланысы Мейдзи реформасын зерттеп жүрген ғалым. Ұмытылып кеткен Алаштың Абдолла Байтасұлы, Иса Тоқтыбайұлы, Мәннан Тұрғанбайұлы, Кәрім Жәленов сияқты алаш қайраткерлерін зерттеп, солардың шығармалар жинағын халыққа таныстыруға, жеткізуге үлкен еңбек сіңірген азаматтар. Енді ол фильмге біз режиссермен де, продюсермен де, осы шығармашылық топ сценаристермен де талай мәрте кездесіп, ақыл кеңесімізді, бағыт бағдарымызды айтқанбыз. Ол фильмде көп нәрсе қамтылды. Әрине бюджеті өте аз қаражат бөлінсе де, сол аз қаражаттың қалтасына салмай, ішпей, жемей, керісінше өздері қалтасынан тиын қоса отырып, мемлекетке үлкен еңбек сіңірді. Ал бізде қандай фильмдер бар еді? Мемлекеттің бәленбай миллион, миллиардтарымен түсіңе кірмейтін ақшаменен фильмдер түсірілді. Қайда соның нәтижесі? Қайда соның өзін-өзі өтегені? Өтей де алмады. Ал бұлар қазақ фильмін алған жоқ, ұлттық кино қолдау орталығын алған жоқ. Не бәрі Қазақстан телеарнасының аз қаражатына сапалы дүние шығарды. Яғни ұлттың ақысын жемеу, ақысыз пұлсыз ұлтқа қызмет қылуды алаш қайраткерлер қалай көрсетсе, бүгінгі азаматтар соны жасап көрсетті. Сондықтан біз бұл фильмде бәрімізге сілкініш жасады. Иә, фильм шықты, прокатқа шыққаннан кейін кинотеатрларға сыймай қалды, сеанстардың уақыттары бітіп жатты, билет үшін талас басталды, халықтың талабынан кейін бұл фильмні создырды. Бұл заңдық нәрсе. Сондықтан мұндай фильмдер өте көп түсу керек. Мен бұл жерде бір нәрсені айтқым келеді. Уайымы асқазанға түскен адам ішіп жесем дейді, сәнді киінсем дейді. Ол сол деңгейде ойлайды. Уайымы жүрегіне түскен адам елінің болашағы үшін басын қатырады, балтырын сыздатады. Біздің дәл қазіргі қазақ қоғамына уайымы асқазанына түскен емес, уайымы керісінше жүрегіне түскен, елі үшін күресе алатын, елі үшін уайымдай алатын жастар керек.
Мен алдыңғы буын қаптап отырған ақсақал аға буындардан үміт күтпеймін. Олар уақытысында жасайды. Әр ұрпақ өзінің қолынан келген нәрсесін істеді. Бұл орайда Әлихан Бөкейхан әкеміз не дейді? Әр ұрпақ өзіне тапсырылған міндетті жетер жеріне жеткізіп тастағаны дұрыс дейді. Кейінгі ұрпақта не алғыс, не қарғыс арқаламау үшін дейді. Сондықтан мұраттардың тобы осы ұрпақтың ұлттық санасын, дүниетанымын, көзқарасын кеңейтуді мақсат етті ме? Мемлекетте, кәсіпкерлерде, бай бағлан, ауқатты азаматтарда қаражатты бөле отырып, Алаш Қайраткерден тезірек кино түсіріп тастауымыз керек. Осы кемінде 5 жылдың ішінде 2030-ға дейін осы Алаш Қайраткерлер туралы жан-жақты сериалдар түсіріпсекші, 100 сериал тіпті. Алаш Орда деген 100 сериал фильм түсірейікші. Сол арқылы біз ұлттың иммунитетін қалыптастырамыз. Ұлттың иммунитеті қалыптасатын болса, ешқашан ұлт ауру сырқауға ұшырамайды. Ұлт басқа ұлттың алдында экспансияға ұшырап, жаңағы ассимиляцияға ұшырап құрып кетпейді, ұлт ретінде сақталып қалады. Өйткені оның иммунитеті күшті. Егер кімде-кімнің иммунитеті төмен болатын болса, ол ауру сырқауға ұшырап қалатын адам болады, науқас болады. Ал иммунитеті мықты адам аязды күнде, боранды күнде далада жүре алады. Сондай ұлтқа айналуымыз керек. Ал ол үшін бүгінгі қазақтың әр ұрпағы, қыз жігіті жатпай тұрмай ұлтқа еңбек ету керек болды. Бұның мақсаты әрқайсымыз өз саламызға дұрыс қарауымыз керек. Мен солай ойлаймын. Жақсы, рахмет. Мен де бір жаңағы Жаһанның рөлін сомдаған Бақыт Қажыбаев ағамыздың осы бірнеше подкасттарын көргенмін. Сол өзінің подкасттарында айтады, барлығы Жаһан секілді қабылдайды дейді. Мен де ол образдан шыға алмай жүрмін дейді. Енді бұл жаңағы не болғаннан кейін, өнер саласы болғаннан кейін, негізгі қызметім болғаннан кейін, жаңағы театрларда басқа бір образды ойнап қалатын кез болады, немесе киноларда басқа бір сюжеттерден басқа бір енді жаһаннан келмейтін нәрселерді менің бойымнан көріп халық қабылдай алмай жатыр дейді да. Бір 10 жылдық, 15 жылдық ұзақ мерзімді осы жаһанды түсіретін, жаһанды насихаттайтын жоба болса, мен өмірімді арнайтын едім деген сияқты керемет өзінің несін айтқан. Осы қазір есіме түсіп отыр. Енді жаңа бұл сұрақ туралы мен ойым былай, ойыңызға қосармын. Ол мамандығы Бақыт Қажыбайдың актер. Актер деген бір ғана рөлмен қалмайды. Актер несімен актер, несімен ерекшеленеді, ол әртүрлі образ жасауымен ескеріледі. Ол жағымды образ жаһанды ғана жасамау керек, ол жағымсыз образды да сомдау керек. Ол театр актері, театрда да ойнау керек. Ол ертең жаңағы алаяқтың да рөлін ойнау керек. Ол алыпсатардың да рөлін ойнау керек. Ол бай бағланның да, ол оқығанның да, тоқығанның да, мұғалімнің, дәрігердің де, көше сыпырушының да рөлін ойнау керек. Өйткені оның мамандығы ол. Ол жаһан емес ол. Ол жаһанды ойнап берді ме? Сен кинодағы жаһанның көре отырып, жаһанның мұрасын тани отырып, жаһанға үлгі ал. Жаһан сияқты болуға ұмтыл. Ал бақытты бір ғана рөлде көретін болсаң, онда бақытқа өл деуің керек. Басқа амал жоқ. Бақытты өлтіреміз біз ондай. Ал бақыт талант актер ме? Оның біз өсуіне, дамуына, жаңа образ сомдауына халық дұрыс қарау керек. Ол актер, оның мамандығы, ол образ сомдау үшін жаратылған мамандық. Ол жазушы емес, ол ғалым емес, бір саламен айналысатын. Сондықтан оның образына халық дұрыс түсіністік көзқарас таныту керек. Мен де солай қараймын. Өйткені ол актер. Сондықтан актердің өнердің өзінің ішкі тәртіптері болады. Сол тәртіптерге сай келу қажет деп ойлаймын. Керемет. Енді Оян қазақ шықты, барлығымыз көрдік. Ахмет ұлт ұстазы шықты, көрдік. Енді соңғы ақпараттарға сенсек, Әлихан Бөкейхан атамыз жайлы да ұлт көсемі деген бір фильм шығуы мүмкін деген ақпараттар тарап жатыр екен. Осы туралы сізде қандай да бір ақпараттар бар ма? Білем, ол туралы түсірілетін естіп жатырмын, бірақ Әлиханды түсіру оңай емес. Әлиханды егер түсіретін болсақ, мемлекеттен қомақты қаражат бөліну керек. Әлихан тек қана Қазақстанда түсіре алмайсың. Ал мысалға Жаһан менен Ахаңды түсірген кезде оларды Алматының маңайында, Торғайда түсіре салды, болды. Петропавлдың, Қызылжардың және Қостанайдың бір-екі тарихи ғимараттар сақталды, сол жерде түсірді, болды. Ал Әлиханды олай түсіре алмайсың. Әлихан Петерборда тұрған, Әлихан Мәскеуде тұрған, Әлихан Омбыда тұрған, Әлихан Самарада, Әлихан Орынборға барған. Ол орыстың дворян ақсүйектерінің ортасында жүрген. Ол сол уақытта интеллигенттің ортасында болған. Ол анау уақытша үкіметтің басшысы болған Керенскийлардың жанында жүрген адам. Ол сол уақыттағы орыстың айдалып кеткен, қуғында жүрген демократ, революционер қайраткерлерінің қасында тұрған адам. Сондықтан оның түсірілетін нәрсесі барынша сәнді, барынша мықты,
Әлиханның атына да затына да сай болу керек. Егер ондай деңгейде қаражат бөле алмасақ, ондай киноны түсіріп қажеті жоқ. Әлиханды түсіру үшін бар жағынан мықты болу керек. Әлихан ол арбамен жүрген адам емес. Оныкі тарантас. Тарантас бөлек, арба бөлек. Әлихан Ахметтің фильмінде біз Ахметті арбаға отырғыздық. Арбада жүрді. Ал Әлихандікі тарантас. Тарантас ол кәдімгі екі ат қатар жегілген. Сондай ол Әлихандарда Мерседес көлік болды ма, соны қою керек. Мықты деңгейде жасау керек. Және трамвай болды ма сол уақытта, онда Петербургта түсіру керек, Москвада түсіру. Оның фильм әр жерде түсірілу керек. Эпизодтар. Түсіндіңіз бе? Сондықтан Әлихан туралы түсіру үшін мемлекет Әлиханға жақсы қаражат бөлу керек. Ал шығармашылық топтың Әлиханды жоғары деңгейде түсіретініне, халықтың жүрегіне жететініне менің күмәнім жоқ. Мен 100% сенемін оған. Тек қана қаражаты мықты болу керек. Жақсы. Аға жаңа сөздің басында жастар туралы бір керемет әңгімені бастадық қой, соны ары қарай жалғастырсақ, алаштықтардың аңсаған ұрпақтары, сенген жастарының нақты портреті қандай болды? Алаштықтар нақты біздің жастарымыз осындай болу керек деп нені айтты? Мысалға, кез келген алаш қайраткерінің еңбектерін алып қараңыз. Әлекең не дейді? Ұлттың жоғын ұйықтап жүріп емес, ояу жүріп іздеу керек дейді. Бұл не деген сөз? Жас сергек болу керек дейді. Жас жігерлі болу керек дейді. Ал біздің жастар ынжық қазір. Көбі. Біреу ұрсып тұрса, басын салбыратып, төмен тұра береді. Мінез жоқ. Мінез деген біреу ұрып соғып тастау емес қой. Өзіндік мінез болу керек. Біздің жастардың көбі мақсатсыз, мақсат мұратына жететін жолда сынады, құлайды, сол еңбектеген, дізерлеген қалпында жерде жата береді. Тұра алмайды қайтып. Күреспейді аяғына дейін. Қойшы деп кетіп қалады, тастай салады. Егер әрбір қазақтың жігіті мінезді болатын болса, мақсатына берік болатын болса, сол жолда жететін еді. Біз қазір жарты жолда бракованный, кәдімгі сапасыз жасалған ұрпақ екеніміз түсініп қаламыз да. Неге сапасыз? Өйткені біз туғаннан бастап жасанды ұнтақ, жасанды порошоктан сүт ішіп өткен ұрпақ ол. Ананың уызына жарымаған. Тілі жоқ, шала-пұла бірдеңені қосып сөйлейді. Ұлттық құнар, ұлттық нәрі болмаған адамда қандай иммунитет болады? Мысалға. Бірақ қазір анау әлеуметтік жерден көріп жүрсіңдер ғой? Жұрттың бәрі анау неме еді? Маймылдың несі? Су бар ғой, бәрі жұрттың бәрі ішетін. Горилла. Соны ішіп алады да, сосын күн өледі бәрі. Жүректен кетіп жатыр бәрі. Мықты бәленбай жаңа терабайттық нелерді қойып қойған, дауыс шығаратын үлкейткіш не бар, дауыстың динамикаларын. Сондайлар тұрған концерттерде тұрады. Анау құлақ, жүрек кетіп жатыр. Содан құлап атқан өткен мобилограф жігітінде көрдіңдер. Концертте кетті. Қаншама сондай әлеуметтік ашып кеткендер, сондай өліп атқандар көрдіңдер. Әркім өзінің өміріне өзі балта шауып жатыр. Горилла ішіп маймыл болғанша қымыз ішіп одан айғыр болсын. Қазақ қоғамына дұрыс сапалы ұрпақ қалдырсын, үйленсін, дұрыс ұрпақ тәрбиелесін. Алаш қайраткерлері атылды, сотталды деп жыламай, сондай ұрпақ әркімнің отбасында туу керек қой. Әрқайсысы өзіне мақсат мұрат алу керек. Мысалға мен қазаққа былай қызмет қыламын деген мақсатты әркім өзіне қойғанда, қазақтың жігіті жауапкершілікті түсінгенде біз мықты боламыз. Мен соны көргім келеді. Яғни жігіттердің табанды болғанын қалаймын. Күресе алатын, күрескер болғанын қалаймын. Мақсатына жететін. Мақсатқа жетпеген адам мен үшін жігіт емес. Мен мақсатқа жететін адамдарды жақсы көремін. Жауапкершілігі бар адамды жақсы көремін. Сол. Рахмет үлкен. Енді аға қазір заман дамыған сайын эко деген нәрсе көбейіп кетті. Жаңағы жасанды бала туғызу, жасанды жаңағы жатырға салу деген секілді. Біздің бір қорқынышымыз болашақта біздің ұрпақтарымыз сондай әлсіз, әлжуаз немесе мүгедек туып қалама деген кішкене болса да қорқыныш бар. Енді ол бұған дейін болмады ғой біздің кезімізде. Технологиямыз, заманымыз не жоқ, дамымаған. Енді біздің ары қарай, мысалы, біздің балаларымыздың балалары деген секілді, осы бір үлкен дерт тұрған секілді. Үлкен халықтың, жаңағы қазақтың басындағы қасірет тұрған секілді. Осыған бір көзқарасыңыз қандай өзіңіздің? Біріншіден мен медицина саласы маман емес, бұны білмеймін қаншалық деңгейде екенін. Медицина сала мамандар айтсын. Енді менің өзімнің жеке көзқарасым, бір перзентке зар болатын адамдар көп өмірде. Перзент сүйе алмайтын. Бала деген өмірдің мәні ғой, өмірдің қызығы да, адамның ұрпақ жалғастығы да. Қазақ айтады, не моласы жоқ, не баласы жоқ дейді. Бұл ауыр сөз. Не баласы қалмаған, не зираты қалмаған алаш қайраткерлер мысалға. Ал бүгінгілердің жастардың ұрпақ сүйе алмай жатса, әрине ол табиғаттың өзгерілуі, эрозия, әртүрлі жағдайларды алатын шығармыз.
климаттың өзгеруі деген сияқты. Мен енді оның маман болмағанын білмеймін, бірақ ұрпақ сүйе алмай жатқандарға жасанды тұрғыдан ғылым дамып ұрпақ сүйдіріп жатса, ол жақсы нәрсе шығар. Өйткені артында бір ізі қалады. Мәз болып жүргеніңе қуанба, артыңда ізің қалмаса дейді. Тым болмаса артында ізі қалсын. Сол жағынан. Ал енді ұрпағың мықты болғың келетін болса, әр әке Құнанбай сияқты болу керек. Ал әр қазақтың қызы Ұлжандай, Абайдың әжесі болған Зередей болсын. Сондай тәлім тәрбиемен дәретсіз емізбесін қызын, балаларын, омырауын жуып емізсін. Әке Құнанбай сияқты болсын, салиқалы, мінезді, қас-қабағы менен қоғамды басқара алатын. Ал әйелдің деңгейіне түсіп, әйелін өлтіріп, әйелімен күресіп, әйелін пышақтап, әйелін бауыздап жүретін еркектің не қадір-қасиеті қалады. Сондықтан бұл еркекке де әйелге де тиетін нәрсе. Таяқтың екі ұшы бар ғой, сондықтан екі жағынан қарау керек та. Ал ғылым дамып кетіп, ұрпақ тудырып жатса, оған меніңше қуануға болады. Ал енді оның сапалы, сапасыз болу ұрығыңа байланысты. Егер ішімдікке, нашақорлыққа әуес болатын болсаң, ұрығыңда тұздай құрып деп есепте. Сондықтан әрбір қазақтың жігіті жыныстық сауатты болсын, өзінің тұқымын құртқысы келмесе, таза жүрсін деймін, болды. Басқа айтар сөз жоқ. Әркімнің өзінің өмірі, өзіне өзі жау да, өзіне өз досты. Жауды таңдай ма, дос таңдай ма, ол адамға байланысты. Нақты жауап болған секілді. Енді аға, қоғамда тарап жүрген екі түрлі термин бар қазір. Ұлтшылдық пен ұлтжандылық деген. Осы екі терминнің ара жігін ажыратып бересіз бе? Мен қалай мәрте айттым бұны? Қалай мәрте айттым? Ұлтжандық қолдан жасалған сөз. Ұлтшыл болды. Ұлтшыл болу керек. Қазақ ұлтшылы болуға мақтануымыз керек. Мен қазақ ұлтшылымын, мен мақтанышым. Мен ұлтшыл деген нәрсені бүкіл марапаттарының алған жоғары қоямын. Мен ұлтшылмын. Қазақ ұлтшыл деп айтуға болады. Мен нацист емеспін. Нацист қазақша аударылмайды. Ұлтшылдық, националист. Екеуі екі бөлек нәрсе. Қазақ ұлтшыл болу керек. Ұлтшылдық мына қара тырнағынан хал кеткенге дейін ұлтыңды сүю. Сол ұлтқа қызмет қылу. Ұлтыңды бар жақсылығыменен сүю, жамандығың көзіңді жұму, ұлтыңның мүддесін күресу, ұлтыңның мүддесін жерге таптатпау, тіпті қарапайым жерде жатқан біз ана 1 теңге 2 теңгені алмаймыз ғой. Бірақ 1 теңге 2 теңгенің артында Қазақстанның мемлекеттік елтаңбасы тұр. Біз елтаңбамызды таптап жүрміз, елдігімізді таптап жүрміз. Сен қазақ болып тұрып елтаңбаңды иіліп алмаған кезде өзге этностар Қазақстан тұрып жатқан. Сырттан келген турист, қаңғып келгендер бар, басқасы бар, сол алама түкіреді ғой керісінше. Өйткені сен келіп алып жатқан жоқсың. Қазақтың баласы туын, тұғырын жерге таптатып жүрді. Сондықтан Қазақстан айбарлы болатын болса, сол елтаңбасымен айбарлы болады, әнұранымен мінезі болады, туымен тұғырлы болады. Сол мемлекеттік нәрсесін өзі құрметтеу. Ал біз мемлекеттік туменен қоқыс шығарып жүрміз. Адам санасына байланысты. 15 қараша күні ұлттық теңгеміздің 30 жылдығы мерекесін атап өттік қой. Сол кезде ұлттық банк теңгенің жаңа бір дизайндарын ұсынды. Өзіңіз де байқаған шығарсыз. Бұрынғы ақшаларда орысша сөз болса, қазір теңгелерде мүлдем орысша сөзді алып тастап, тек қана қазақтың сөзін, сосын қазақтың барынша жаңағы табиғатын, нақыштарын белгілі бейнелеп қойған екен. Қазақ тілінде жазғаны дұрыс, ол баяғыда жасалатын нәрсе, одан бір қазір мақтап айтатындай нәрсе емес. Ол баяғыда істелу керек нәрсе болған. Бірақ ақыр жасаған екен, латын әліпбиіне неге бермеді? Неге кириллицамен қайта берді? Біз латын әліпбиіне көшуге дайындалып жатқан елміз ғой. Латын әліпбиін де беру керек еді. Бізге латын әліпбиі маңызды. Түрк әлеміне бірігу үшін, түрк интеграциясын дамыту үшін, мынау Еуропа әлеміне, батысқа жақындайтын болсақ, біз латын әліпбиін таңдауымыз керек. Біз әлі кириллицада отырмыз ғой. Бұл мақтаныш емес меніңше. Және теңгені жасады ма? Баяғыдағы Шоқанның, Сүйінбайдың, Абылайханның суреті бар теңгені, Абайдың суреті бар теңгені қайтару керек еді. Сол маған купюра ұнайды. Сол банкноттар ұнайды мысалға. Әдемі. Қазіргіні көріп шықтым, иә. Таза дейсің, киік дейсің, бөкен дейсің. Сен бөкенді, киігіңді қырып ататын болсаң, қырғаныңды қызыл кітапқа енген киелі жануарыңды қырып отырып, оны менен енді әспеттеп теңгеге кіргізіп отырсың. Мысалға мен логикалық тұрғыдан түсіне алмаймын. Және оны атуға, өлтіруге рұқсат берген экология министрлігі өлтіреді екен, ұлттық банк оны ақшаға басып шығады екен. Ұрпақтың алдында 200 болып қалып қалған жоқпыз ба? Тарихты ойламаймыз ба? Мысалға. Мен қабылдай алмадым, білмеймін. Маған мүлде ұнаған құрамы. Бірақ ана бұрынғы алақан жайып тұрған ақшадан қарағанда қазіргісі шүкір деп айтуға болады, иә.
шүкір. Бірақ қай мемлекеттің теңгесін қарасаң да, ақшасын қарасаң да ұлттық өз мемлекеттің тарихи тұлғалары тұр ғой. Бүкіл әлемде еркектер әйелдердің көңілінен шықпайды ғой. Бірақ еркектердің көңілінен шығатын бір ғана еркек бар, иә, білесің бе? Доллардың бетіндегі еркек. Бүкіл әлем, бүкіл қыздар соны жақсы көреді. Өйткені ол бәрінен ұнамды да. Біздің де қазақтың жігіттері сондай болу керек еді. Сол Әлихан, Ахмет, Міржақыптарды, кешегі Абылай хандарды, Қасым хандардың суретін ақшаның бетіне салсақ ұнамды қылатын едік. Бірақ өзіміздің қолымызда ғой, ешкім қолыңды байлап отырған жоқ. Өз алдың өзің үлкен мемлекетсің. Бұл ұлттық тұрғыдан қарау керек. Бізге көбінесе ұлттық тұрғыдан ойлау жетіспей жүр. Ұлттық тұрғыдан, ұлттық мүдде тұрғысынан, масштабтық тұрғыдан қарау керек еді. Сол нәрсе жастардың ғана қолынан келе ме деп ойлаймын, болашақта өзгеріс жасау үшін. Керемет аға. Жаңа сөз басында сұхбат басталған кезде сізді таныстырғанда айттым ғой, Қыр баласы қоғамдық қорынан негізін салушы деп. Енді биыл сіздердің 5 жылдық мерейтойларыңыз ашылғаннан бері керемет жұмыс жасап жатырсыздар. Барлығын әлеуметтік желіден байқап, көріп, шығарған мақалаларыңызды, еңбектеріңізді оқып танысып жүрміз. Сондықтан тек қана сәттілік тілейміз. Енді кішігірім түсінікті болу үшін ол қор қандай мақсатта ашылды, не үшін, жаңағы қандай жұмыстар жасап жатыр, мақсат міндеті қандай, алдағы жоспарлар қандай, кішігірім тоқталып өтсеңіз. Қыр баласы қоғамдық қорының биыл құрылғанына 6 жыл негізінде. 2017 жыл Алашорданың 100 жылдығында 5 желтоқсан күні ресми бекіттіріп осы қорды құрдық. Бірақ жылдың соңы ғой, енді 5 желтоқсан деген түкте істеп үлгерген жоқпыз. 2018 жылдың қаңтарынан бастадық. Биыл қызметімізге, мәдени, ағартушылық, ғылыми қызметімізге тура 5 жыл. Ал енді 5 жылдың ішінде бірнеше кітап шығарды, ұмытылып кеткен, танылмай қалған алаш қайраткерінің еңбектерін шығарды. Қор жанынан Қыр баласы баспасы ашылды. Қор жанынан Әлихан Бөкейхан алаш ғылыми зерттеу институты құрылды. Қазір 480-ге жуық мүшесі бар. Әуелде шақ жігіт болып бастағанбыз. Қазір 480 мүшесі болып жатса, бұл 5 жылдағы, әрине 5 жыл деген өте бір қысқа уақыт. Сол қысқа уақыттың ішінде аяғынан тік тұрып жатса, ол біз үшін мақтаныш. Қыр баласы алаш бағытындағы білім ғылым қоры. Тек қана алаш бағытына айналысады болды. Басқа саламен, қазақтың басқа тарихымен, яғни 19 ғасыр, оның алдында 17-18 ғасыр, қазақ хандары дейміз ғой, ол салаға мұрынды тықпайды. Және ол саладан кемес. Біз тек қана алаш кезеңі болды. 1900 жылдан 40 жылға дейінгі аралық болды. Осы кезде ғана қарайды, осы кезге зерттейді. Осы атылып кеткен, қуғындалып кеткен қайраткерлер түгендеп алсақ, соның өзі біз үшін үлкен мақсаты, шүкір. Ал басқа ғасырды жоқтағысы келсе, сол ғасырдың маманы сондай қор құрсын да айналыссын. Маған көп айтады, неге қазақ хандарын зерттемейсіңдер, неге ананы зерттемейсіңдер, неге жаңағы түрік кезеңдерін қарамайсыңдар деп. Сол саланың маманы бар ма деймін. Докторлық қорған, кандидат қорған, PhD болған, магистр болған, солар құрсын да айналыссын әркім өз саласына. Әркім өз саласының өзі маманы болмаса, басқа біреу жасап беріп, мен осы саланы білмеймін. Өзім үшін оқығам, иә. Өзім үшін керек деректі алдым. Бірақ мен осы сала маман емеспін ғой. Мен алаштанудың маманымын. Мен осы сала маманданғам. Осы салаға шәкірт қалыптастыру керек, өзіміздің жолды жалғастыруымыз керек. Сондықтан шымшық сойса да қасапшы сойсын деген сияқты әркім өз саласына өзі ие болу керек. Сонда тарих түзу жазылады. Болды. Менің ұғымым сондай. Алаш бағытында Қыр баласы қоғамдық қоры сол қазақтың өткенін түгендеу мақсатында, қазақ жастарының ұлттық рухын көтеру мақсатында, мемлекетті қалай сақтау керек, мемлекетке қалай ақысыз, пұлсыз қызмет ету керек, мемлекет үшін өлу дегеніне, мемлекет үшін жан беру дегеніне, мемлекетті қалай сүю керек, ұлтты сүюдің формуласы деген не деген сұрақтардың жауабын Қыр баласы қоғамдық қоры береді, болашақта да беруі тиіс деп ойлаймын. Ең өтімді болған, бізге танымалдылық болған іс-шара ол алаш жолымен ғылыми экспедициялық, халықаралық ғылыми экспедициялық шара екені өте қатты ұнады. Өйткені сіздердің экспедицияға барған жастар жаңағы архивтерге барып, белгілі бір еңбектерді сол жерден қарап көріп, зерттеп көріп, одан кейін сол Мәскеудегі жаңағы мұражайларға барып көрген, жаңағы зияраттарда, шіркеулерде болған, сүйектері қалған деген секілді. Өте қатты шіркеуге барған жоқ, зираттарды барды. Зираттар, кешірім сұраймын. Өте қатты жоғары деңгейдегі іс-шара деп есептейміз. Алаш жолымен халықаралық ғылыми танымдық экспедициясы осымен 8-ші рет ұйымдастырылды. 8 рет. Қазақстанға, Өзбекстанға, Түркияға, Қырғызстанға, Ресейге ұйымдастырылған экспедиция. Ол біздің үлкен жобамыз.
Мен 8 рет экспедиция жетекшісі болдым. Биылдан бастап экспедиция жетекшісі Алтынбек Құмырзағұл деген досымыз азамат. Ол да бірнеше экспедицияның жетекшісі болған халықаралық. Осы Қырбалас қоғамдық қорының халықаралық байланыс жөніндегі маманы, орынбасарым болды. Сол азамат осы шаруа мойнына алып жатыр. Келесі жылдан бастап Моңғолияға бару, Еуропаға бару, Мұстафа Шоқайдың архивтер сақталған Германия, Францияға бару деген сияқты мәселелер ойда тұр. Жапонияға бару мысалға. Жапонияда бірнеше біздің араласып жүрген орталықтарымыз бар. Сол орталықтарда ғылыми қызметкерлер бар. Томохико Уяма бастаған профессорлар, Камацу мырза бастағандар. Солармен байланыс жасаймыз. Кореяда бар. Сол азаматтармен келісім жасауға ниетті болып жүрміз. Ал енді бұл осы жылғы экспедиция өте ауқымды болды, өйткені 30 адам барып отыр. 30 адамның 21-і шетелге алғаш рет шығып тұрған жастар. 17, 18, 19 жастағы жастар көбі. Тұңғыш қолына жаңағы шетелге шығатын загран паспортын алған, тұңғыш рет өмірлерінде Қазақстан территориясына басқа мемлекетке барып көрген жастар 21-і. Яғни Қырбаласы 21 жасқа мүмкіндік берді деген сөз. Біздің қорымыздағы жастардың барлығы төте жазу, шағатай жазуы, қадым жазуларын жақсы біледі, оқи алады, өте сауатты. Академиялық түрік тілі, академиялық ағылшын тілі, академиялық орыс тілін оқиды. Архивпен, сирек қорлармен жұмыс, кітапханамен жұмыс деген сабақ бар, шығармашылық жұмыс деген сабақ оқиды. Одан кейін мен өзім беретін ғылыми зерттеудің әдіс тәсілдері, методикасы деген сабақ бар. Сондай академиялық сабақтарды оқиды. Біз тегін білім беріп жатырмыз. Жастардың университетте ала алмаған білімін біздің ортадан беріп, маман ретінде қалыптасуына жол ашып жатырмыз. Бұл алдыңғы буынның кейінгі буынға қарайласу, сабақтасу деп ойлаймын. Ол енді сіздердің көшке кез келген жас ерікті негізде барып қатысса, тартылса болады ма, әлде сіздер бір белгілі іріктеу жүргізесіздер ме? Мен енді ондай шаруамен айналыспаймын. Ол жаңағы атқарушы директор бар, содан кейін аймақтың филиалдары бар. Біздің Қазақстан 17 облыс, 3 қаласында филиалдарымыз бар. Сол филиалдардың директоры мен қабылдау комиссиясының төрағасы бар. Солар өздері бір емтихан ба бірдеңе қабылдайтын сияқты. Ондай шаруалармен, ол балалардың шаруасы, мен онда мүлде қатысым жоқ. Мен қордың президенті ретінде сол қордың болашағы, қаражаты деген сияқты стратегиясы, дамуы, сол шаруамен айналысамын. Рахмет, өте керемет сұхбат болды. Біздің сұхбатымызда өзінің мәресіне жақындады. Аға, енді қорытынды сөз ретінде өсіп келе жатқан, жетіліп келе жатқан жастарға аға буын ретінде өзіңіздің кішігірім кеңесіңізді айтсаңыз, сонымен бүгінгі алғашқы подкастымызды қорытындыласақ. Мен қазіргі жастарға жұлдыз болыңдар дегім келмейді. Мен қазақтың қазіргі жастарына күн болыңдар дегім келеді. Күн. Кешегі Сұлтан Махмұттар қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам дейтін болса, бүгінгі қазақтың қыз жігіті де күн болуға тырысып, жан-жағына мейірімін, шапағатын төгетін болса, мықты болатын едік. Дүниедегі ең мықты нәрсе мен үшін тамшы. Мына тамшы деген тама көлге айналады. Тамшының мықтылығы сол, тамған сайын, үздіксіз тамған сайын тастың өзін тесіп шықты да. Әр қазақтың азаматы тамшы сияқты қазақ қоғамына үлесін қоса білсе, біз мықты байқуат мемлекетке айналып кететін едік. Сондықтан әрбір қазақтың жігіті ояну керек, мықты болуы керек. Ұлттың мықты болуы ұрпағына байланысты. Ұрпағымыз ұлағатты болсын, қызымыз қылықты болсын, ұлымыз ұлықты болсын, сонда қазақ елі байқуатты болады. Болашағымыз жарқын болсын, жасасын, алаш жасасын деймін. Алаш қайраткерлерінің алдында қарызымызды, парызымызды танып, біліп жүретін болсақ, мықты ел боламыз. Әруақ Құдай жолымызды ашады. Сол әруақ Құдайдың батасын, сауабын алған кезде ғана елдің еңсесі биік, түтіні түзу шығады. Сол ақ жолымызды адастырмасын, бабалар салған ізбенен алаштың туын ұстап, мәңгілік елге айналып жүре берейік. Рахмет үлкен. Құрметті экран артындағы көрермендер, бүгін біздің Жаһан жолымен жобасы аясындағы подкасттың алғашқы сұхбаты болып өтті. Бүгін бізде қонақта болған алаштанушы, Қырбаласы қоғамдық қорының негізін салушы Елдос Тоқтарбай мырза. Елдос мырза, сізге шығармашылық табыс тілейміз. Көптеген еңбектеріңіз шыға берсін. Сіздердің қаламдарыңыз тоқтамай жатса, біздің көзіміз талмай міндетті түрде оқып, ары қарай іздеріңізді жалғайтын боламыз деп айтқым келеді. Үлкен рахмет. Осымен біздің подкаст аяқталды. Барлықтарыңызға үлкен рахмет.